Мына үш нәрсенің соңынан мәңгі еріп жүріңіз. Өзіңді сыйла, өзгені сыйла. Өзің істеген ісің үшін жауапкершіліктен қашпа. Ұсақ текетірестің үлкен достықты бұзуына жол бермеңіз. Өзіңізді еркін сезініңіз, бірақ шекараны ешқашан бұзбаңыз. Қартайғанда еске алатын естеліктер болсын десеңіз, лайықты өмір сүріңіз. Жылына бір рет әлі барып көрмеген жаңа жерлерге барып көріңіз. Есіңізде болсын, кейде үнсіздік ең дұрыс жауап бола алады. Біліміңізбен бөлісіңіз. Бұл өлместікке жетудің бір жолы. Жер ананы аялаңыз, сүйіңіз. Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақта айтыңыз, өткенді қозғауға болмайды. Кейде адамдығыңды сақтап қалу үшін қатты қалаған нәрсеңнен бас тартуыңа тура келеді. Қателескен болсаңыз, бірден оны түзету үшін әрекет жасаңыз. Жеңілістерден қорықпаңыз. Жеңілсеңіз де жинаған тәжірибелеріңізден айырылып қалмайсыз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа жету оңай емес. Егер алдыңызда тұрған мәселе шешілетін болса, сары уайымға салынбаңыз. Ұмытпаңыз, сіздің қалаған нәрсеңіз әрдайым қажет бола бермейді. Ұмытпаңыз, қиындыққа төтеп берген достық ең жақсы достық. Кейде оңаша қалып, өзіңізді тыңдап көріңіз. Сізді сүйетін орта өміріңізді мағыналы өткізуге көмектеседі. Үлкен махаббат пен сәттіліктің үлкен тәуекелмен басталғанын ұмытпаңыз. Адам ақша табу үшін денсаулығын құртады, ауруынан қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Бүгінгі күннің рахатын сезінбей, болашағын аңсайды. Ақыр соңында бүгінмен де, ертеңмен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей күн кешеді. Сөйтіп жүріп, өмірдің ләззатын ала алмай, мына өмірмен қош айтысады. Мүмкіндігінше мейірімді болыңыз. Бұлай болу әркімнің қолынан келеді. Әрине оны өзі қаласа. Өзіңізді неғұрлым көп ойлаған сайын, соғұрлым жаныңыз қинала түседі. Біреуді сынамас бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүріп көріңіз. Оның көз жазын сезініп, құлаған жеріне сіз де құлап көріңіз. Тек осыдан кейін ғана қаласаңыз оны сынауыңызға болады. Қалағаным болмады деп қапаланбаңыз. Мұның өзі сіз үшін сәттілік болуы мүмкін. Адамдар бір-бірін жақсы көру үшін, ал заттар оларды пайдалану үшін жаратылған. Бірақ қазір бәрі керісінше. Қиындықтар мәңгілік емес, қалай келді солай кетеді. Тек уақыт керек. Шешім шығарарда өзіңе бұлай істеу мені бақытты етеді ме деген сұрақ қой. Дұшпан сабырлығыңды сынау үшін керек. Жетістік
сыйынғаннан ғана емес, әрекет істегеннен келеді. Нағыз батыр өз ашуы мен кемшіліктерін жеңген адам. Өміріңіздің мақсаты бақытты болу. Өзгелерге бақыт тілеп, жақсылық ойлаған сайын, өз өмірімізде жақсара түседі. Кешіру дегеніміз, оның істегенін ұмыту емес, оған кек сақтауды доғару. Егер көмектесу қолыңнан келсе, көмектес. Ал егер көмек көрсету қолыңнан келмесе, ең болмағанда зиян келтірме. Арманыңнан бас кешсең де, құндылығыңнан бас кешпе. Ашу сізді тыныштығыңыздан айыратын жаман нәрсе. Өмірге ғашық болу сізді сәтсіздіктерден де сындырмай алып өтетін жақсы қасиет. Егер жолыңыз болмай, жағдайыңыз ауырласа, демек жақын арада өміріңізге үлкен нығметтер келіп, бақытыңыз еселенеді. Өмірге пессимистік көзқараспен емес, оптимистік көзқараспен қараңыз. Сонда кез келген мақсатыңызға жете аласыз. Жан дүниемнің тыныштығы бақытымның кілті, ал оны өз ашуым мен кегімнен басқа ештеңе бұза алмайды. Әлемде біз де кемшіліксіз емеспіз. Екеудің арасында түсініспеушіліктер мен ұрыс-керістің болуы хақ, бірақ мұны өз орнына қою екі ақылды және есті адамның тірлігі. Отбасылы болсаңыз, бір-біріңізге қолдау болып, жылулық сыйлаңыз, әйтпесе оның керегі не? Өз эмоциямызды өзіңіз басқарыңыз. Болған жағдайға басқа қырынан қарап, позитивті өмір сүріңіз. Тіпті ол сізге мүмкін еместей көрінсе де. Қиындыққа түссеңіз, тоқтап, айналаңызға қараңыз. Нені дұрыс істемей жатырмын деген сұрақ қойыңыз. Мына әлем жетістікке жеткендерге ғана емес, мейірімді адамдарға зәрур.